Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы, дайындық бәрі дұрыс, настрой жекпе-жекке деген ниет бәрі жақсы. Бекзат қазір демалып жатыр, ертең салмақ жасаймыз, ары күні салмақ өлшеп, оның ары күні жекпе-жекке шығамыз. Бізге бәрі дұрыс, сіздерден бірақ қана нәрсе қалды. Жақсылап дұға қылыңыздар, шын көңілден дұға қылыңыздар. Себебі елдің бәрі бізді есептен шығарып жатыр. Бірақ енді оған тысқарып жатқан Бекзат жоқ, алайда елдің бәрі бізді таяқ жеуге келді деп ойлап жатыр. Сондықтан олардың командасы мықты, олардың ағасы бар, олардың жағасы бар деген секілді. Бірақ біздің Құдайымыз бар, сіздер барсыздар, сіздер қылатын дұға бар. Сондықтан шын көңілден дұға қылыңыздар. Біз өзіміздің қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Рахмет. Өзім бұрыннан айтып жүрдім, маған кімді есі беріп, кез келген дайын болады. Есіға контракт берген